Aşık qanday әдемі маталы тігіп жатсыз. Балам, келе ғой, отыра ғой. Мен асханада қолданатын алжапқыш және де бешбармақ нанның астына төсейтін төсеніш мата тігіп жатырмын. Себебі ас қазақта қасиетті. Біз нас атасы нан деген қазақта мақал бар. Біз тамақ дайындағанда ас үйде таза, ұқыпты жерде дайындайтын болса, біздің асымыз да берекеміз де арта түспек, балам. Анашы, мен сізге көмектесейін бе? Балам, наның матаның шетінен ұстасам болады. Ұстай ғой осылай. Балам, бұның барлығы ұлттық тәрбие болып саналады. Ұлттық тәрбие осындай кішкене істерден басталады. Анашы, домбырада ұлттық аспап қой. Әрине, балам, домбыра қазақтың ұлттық аспабы. Ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұрамыз. Ал балам, қазір бізге әпкем осы домбырада, ұлттық аспабымызда бір күй шертіп берсін. Сен де өскенде, есейгенде домбыра тартып үйреніп, күйші болатын үлкен азамат бол. Ал Омар балам, енді мен осы тіккен заттарды қолданып, сендерге қазақтың ұлттық асы, киелі ас, жеті шелпек пісіріп берейін. Әкесім, асқа бата беріңізші? Я қызым, ала қолдарын жайында. Асқа адалдық берсін, басқа амандық берсін, өсе берсін әулетін, аса берсін дәулетін. Қашанда Алла қолдасын, шаңырақтан бақ қонсын. Әумин. Әкесім, дара бұл кетіпті. Жүре атай. Я балам, аяз болып кетті. Ешкім жоқ. Біз жабарлары қамқор болуымыз керек. Есің азынан бірі. Кел екеміз, үйшіп жатайық. Ең алдымен ағаштарды өлшеп аламыз. Қазақта сөз бар. Езбет өлшеп бірлеп кетті. Егер біз қисық кесіп қойсақ, үйшігіміз қисық болып шығады. Сол қисық болып шықпас үшін ең алдымен өлшеп, одан кейін шегелейді. Әкесім, мен де шегеніп қалайсың. Я балам, кел. Ең алдымен шегені аламыз. Әкесім, мына 60 сантиметр. Я балам, 60 сантиметр. 60 сантиметрден 3 ағаш есіп, шегелеп жатыр. Тағы мүмкін? Міне. Ал балам, үйшігіміз дайын. Еңбек түбі береке демекші, бірлесіп істеген еңбегіміз берекелі болды. Жарайсың, әр істі бастаған істі аяғына дейін жеткізу